Elhamdülillah Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Allah Teala бүгінгі жұма күнінде мешітке де бас берген әрбір қадамдарыңыздан Алла Тағала сауаптарын жазғай. Әрбір қадамдарыңыздан біліп те білмей істеген күнәларымызды Алла Тағала өз мейірімімен, өз рахметімен кешіп жерген болғай. Бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы нағыз қазіргі біздің заманымызға қажетті болған. Яғни біздің қазіргі мынау өмір сүріп жатқан заманымыз қандай заман? Экономика заманы, алу, сату, сауда саттықтың заманы. Яғни осы сауда саттық жайында иншалла өзінің әдептері жайында уағыз насихатымызды иншалла жүргізетін боламыз бүгінгі уағызымызда. Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде стаузу билля былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ахаллаллахул бай'a ва харрамар-риба. Алла сауда саттықты адал, өсімқорлықты арам етті деді. Яғни біздер сауда саттық ол екі пенденің арасындағы болатын алыс беріс. Біздер білеміз, мұсылман адам егерде Алла Тағала менен пенденің арасындағы бір алыс берісінен қателескен болса, яғни Алланың бұйырған бұйрықтарын кейбіреуін орындай алмай қалған болса, Алла Тағала ертең өзі қаласа кешеді, өзі қаласа кешпеуі мүмкін. Өйткені біздер білеміз, 5 парыздың исламдағы иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық болса, парыздың әрбір адамның жеке өзінен сұралатын қиямет күні Алланың ақысы екен. Сені жалған дүниеде өмір сүрдің, мен үшін не істедің, осы 5-еуінің қайсы бірін істедің деп, өзінің жеке өзі үшін талап еткен әрбірімізден сұралатын міндет екен. Бұл Алланың ақысы дейді. Екінші, пенде мен пенденің арасындағы ақысы дейді. Ол біздердің оған көбінесе сауда саттығымыз кіреді екен. Біреуді арбау, алдау, сәл болсын тараздан ұрып, азғантай болсын көбірек ақша тапсам екен деп біреудің ақысына кіретін болсақ, біреудің ақысын жеп қоятын болсақ, біреуден тартып алып қоятын болсақ, алдап болсын, қандай жолмен болсын, ол адам ертең қиямет күні алдымыздан шығып жағамыздан ұстайды екен. Оа пенде, бер менің ақымды деп ертең қиямет күні біздің жағамыздан ұстап, ол пенде қиямет күні кешірмейінше Алла Тағала не істемейді екен, екеуінің арасына кіріспейді екен. Яғни қанша жерде мен парызым түгел, құлшылығым түгел, Алланың алдындағы менің жүзім жарық деп айтқанымызбен, бірақ пенденің ақысына кіріп жүрген болсақ, ертең қиямет күні сол пенделер риза болмайынша жәннатқа кіргізбей ұстап тұрады екен жағамыздан. Сондықтан біздерде момын мұсылман, ғалымдарымыз не деп айтады бұны? Жаңағы біздің айтқан сөзімізді қысқа қалып, құстың екі қанаты секілді қып іспеттес сипаттайды. Ол қандай дейді? Құстың бір қанаты пенде менен Құдайдың арасындағы байланыс болса, екінші қанаты пенде мен пенденің арасындағы байланыс дейді. Нағыз мұсылманшылықты, нағыз ислам дінін түсінген адам, мен мұсылманмын деп айта алатын адам, осы екі қанаты бірдей болмайынша, ол мұсылман не істей алмайды дейді, аспанда самғап, өзінің көздеген жеріне жете алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Тисату а'шари ризқи
фиттижарат. Я рызықтың, яғни пендеге келетін 10 рызықтың 9-ы не дейді? Сауда саттықта дейді. Тезірек байығыңыз келе ма? Қаражат тапқыңыз келе ма? Қымбат телефон ұстағыңыз келе ма? Қымбат көлік мінгіміз келе ма? Онда сауда саттықпен айналысуымыз қажет деген. Біреуді арбап, біреуді алдап, біреудің ақысын тартып алып қоюға мұсылман адам оған шариғатымызда жол жоқ екен. Абай Хакім өзінің 42-ші сөзінде былай дейді: Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғының бір себебі дейді, жұмысының жоқтығы, яғни қолының бос болу себепті біздің қазағымыздың жаман әдетке үйір болуының себептерінің бірі осы дейді. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиер ме еді? Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асып, болмаса сөз аңдып, қулық, сұмдықпен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар дейді. Яғни қол бос адамның біреудің сөзін сөзбен еріп, біздің өзінің қарабасына қажеті жоқ болған, пайдасы жоқ болған, басқа материкте болып жатқан бір жаңалықты көріп алып, соны күнделікті, соны әңгіме қылып, Америка үйтіпті, Россия бүйтіпті деп, ешқандай өзінің күнделікті тіршілігіне қажеті жоқ болған пайдасыз нәрселермен сөз қулап уақыт өткізуші дейді. Адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті қорлық көрмей ме? Яғни адал еңбекпен жүрген адам бекершілікпен айналыспайды ол. Яғни біреумен жаңағы әркімнің кім не істепті, қай жақта не айтыпты деген сөзбенен не істемейді дейді, айналыспайды дейді. Яғни өзімен өзі күнделікті өзінің істеу керек болған өзінің графигі бар, соны орындауым керек деп өзіне талап қояды, шарт қояды, сонымен айналса деген адам боласыз. Ең бірінші сауда саттықта біздердің білу керек болған талап шарттардың бірі рухани құндылықтарды сауда саттықтан жоғары қою дейді. Яғни біздерде оны не деп түсіндіреміз? Мұсылман адам дүниесінде дінінде бірге алып жүреді деп айтамыз. Бұл нәрсені кейде жамағаттарымыз жаңағы тек қана уақытпен ғана осы нәрсені шектеп қояды екен. Яғни жұмыс уақытында намаз уақыты келсе, немесе жаңағы оқушыларымыз оқу орнында намаз уақыты келсе, дереу сол уақытта оқуыңды тастай қойып, немесе жұмысын тастай қойып, дереу намазды орындау керек. Уақыт кіре салысыменен. Ол намаздың уақытын, яғни түскі уақыт көбінесе, жұмыс уақыты да, сабақ уақыты да түскі намаздың уақытында болады. Яғни түскі намаз екінті намазына дейін 2 сағат уақыты бар. Оны 2 сағатқа дейін өзіңіздің ыңғайлы уақытыңызға созуға да болады. Бірақ та осы нәрсені дұрыс түсінбей, екеуі қатарлас келді, сондықтан мен намазымды қазір кірдім, қазір оқуым керек деп, жұмыстың бәрін, оқудың бәрін жиыстырып қойып, жаңағы ақыретімді алға қоюым керек деген бұл дұрыс емес түсін. Әрине уақытыңыз болып жатса, құлшылығыңыз уақытында орындаңыз. Бірақ та оның уақытын шығып кетпейтін уақытқа дейін кішкене шегеруге себеппенен болады екен. Ол рұқсат етілген. Бұл жердегі айтқымыз келіп жатқан қазіргі уақыттағы, яғни жамағаттағы түсінік осы ұғым екен біздердегі. Ал негізінде және бір тарапынан осы ұғымға түсінікке қарап көрсек болады. Ол қандай? Яғни сауда саттықта айналысып жатырмыз, сауда саттықпенен. Алдымызда біреу келді. Сіздің сатып жатқан затыңыз өте қатты қажетті болып тұрған зат. Яғни оны қандай баға қойсаңыз да адамдар сатып ала алады.
сол уақытта адамдардың қажеттілігін пайдалана отырып, бұл жай ғана бір мысал, пайдалана отырып, немесе жаңағы қазір мына қысқы уақытта көшеде біреу қаланың сыртында келе жатсаң, айдалада біреу қолын созып тұрса, көлікпен келе жатсаңыз, тоқтай қойып, оған қанша десем де бәрі мен машинам мінетін біліп тұрсың, жаурап тұрған адам екен. Сонда оған не дейсің? Соның қажеттілігін пайдаланып, иманымызды сырып қойып, қой мен мұсылманмын ғой деген нәрсені сырып қойып, дүниені артық көріп, дүниені содан көбірек пайдаланып қалсам екен деген бір екі тиын артық көріп, соны да айтады екен. Ақыретті сырып қою деп. Яғни біздер көбінесе алыс берісте де ақыретімізді не істеуіміз керек екен? Екеуі тоғысқан кезде иманымыздың тарасына салынады екен. Қайсысы маңыздырақ? Мына істейін деп жатқан тірлігім сауабы маған көбірек қажет па, әлде бұдан түсейін деп жатқан жаңа қаражат көбірек қажет па маған деген нәрсе таразыға түседі деген, кез келген пенденің ішінде. Сол уақытта сол таразыда сіздің жүрегіңіздегі иманыңыз күшті болса, иманы жағыңыз көбірек басады, жаңағы пендеге өзіңіздің мұсылмандық бейнеңізді көрсетіп кетеді екенбіз. Алла тағала Құр'ан-ы Кәрімде былай дейді, estağzu billah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ва иман келтіргендер. Жұма күні азан айтылып, намазға шақырылған кезде дереу Алланы еске алуға асығыңдар. Жұма намазының уақыты ол белгілі, оны кешіктіре алмаймыз. Жұма намазы тек оны жұмысымызда да оқи алмаймыз. Тек қана мешітте ғана, көпшілікпен ғана орындалатын құлшылық жұма намаз. Бесін намаз секілді кішкене уақытын өткізіп, ыңғайыма қарап, оқи берем ғой деген нәрсе жұма өтпей деген ойлаймын. Жұма күні азан айтылғанда намазға не істеңдер, шақырылған кезде дереу Алланы еске алуға асығыңдар. Шаруаларың мен сауда саттықты доғара тұрыңдар. Біле білсеңдер, бұл сендер үшін әлде қайда жақсы. Намаз өтелген соң жер жүзіне таралыңдар да Алланың рахымынан ризық несібелеріңді іздеңдер. Бұған қоса Алланы көп зікір етіңдер. Еске алыңдар, сонда құтылып, мұрат мақсаттарыңа жетерсіңдер деді. Яғни намаздың уақыты келген кезде дүниемізді, сауда саттығымызды доғарып, намазымызды өтеп, намазымыздан кейін қайттан сауда саттықпенен айналысу керектігін Құран Кәрімнің өзінде Алла Тағала бұйырып жатыр. Яғни біздердің мынау әрбір пенденің өзінің жағдайына қарап, жаңағы шамасына қарап бұйрық болады екен. Білім жолына түскен шәкіртке ол сол білімін қажетті түрде толық қолынан келгенше емденуге ол міндеттелген екен. Ал семьясы бар, бала шағасы бар пенденің, ол адам жұмыспенен айналысып, бала шағасын бағуға міндеттелген пенде болып есептеледі. Яғни біздерде жамағаттар бар, бала шағасы үйінде отырады, бірақ та Алланың өзі жеткізеді деп көше кезіп, жаңағы достарымен кезіп, яғни үйіне бір нәпақа, бір нан, үзім нан алып баруда не істейді? Өзін Құдайға асып қояды. Ол болмайды екен. Яғни ерлі зайыпты болған болса, ол пенде сол өзінің жаңағы жұбайын бағып қағу оның мойнындағы міндеті. Дүниеге перзент келсе, сол перзентін өсіру міндеті. Яғни әркімнің өзінің шамасына қарай мойнында жүктелген жүгі болады екен. Халқымызда былай деп айтады: пайда ойлама, ар ойла дейді. Яғни
сауда саттықта біреумен алыс берісте қалайша осыдан мынау сатып жатқан затымнан немесе беріп жатқан затымнан көбірек пайда алып қалсам екен деген ниетте емес, бәлкім арыңды алға қойып не істегін дейді, ойлағын дейді. Адам болам десең арыңды ақшаға сатпа дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Бір-біріңе көр алмаушылық пиғылда болмаңдар. Бағаларды көтермеңдер, бір-біріңді жек көрмеңдер, бір-біріңнен теріс бұрылмаңдар. Бір-біріңнің саудаларының үстінен сауда жасамаңдар, Алланың құлдары өзара бауыр болыңдар деді. Яғни бұл жалған дүниеде біздер сыналады екенбіз, құрметті жамағат. Не нәрсемен сыналамыз? Бұл жалған дүниеде егерде қандай да бір тірлікпен айналысып жатсақ, сол тірлігімізбен сыналады екенбіз. Жұмыс істеп жатсақ, жұмысымызда адал болуға сыналамыз. Сауда саттықпен айналысып жатсақ, сауда саттығымызда адал болумен сыналамыз. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде базарға кіреді. Базардың ішінде келе жатса, алдында арпа тұрады, қаптал тұрған. Әдемі көрініп тұрады. Пайғамбарымыз салам жаңағы арпа қызығып, қолын ішіне тыға берген еді, асты нәмданып, дымқылданып тұр екен. Сонда Пайғамбарымыз салам жаңағы сатушыға айтады: пәленше бұлың не? Деп жаңа сұрайды ғой. Сонда жаңа кісі айтады, Пайғамбарымызға ыңғайсызданып отырып: я Расулалла, жақында жаңбырдың астында қалып қойыпты деп Пайғамбарымызға өзі ақталады. Сонда Пайғамбарымыз салам айтады: онда мынау қабыңның астындағы дымқылды жұртқа көрсетіп қой, бетіне шығарып қой. Яғни адалдығыңды көрсет. Бетіне кепкенін көрсетіп, оны жаңа сататын кезде астындағы жаңағы іріген шірігенімен қосып, суымен қосып, көбірек біздерде қазіргі уақытта азық түлік сататын жерлерде осындай нәрселерде де болып жатады. Жаңағы қанттың жанына бар екен ондай нәрсе. Қанттың жанында түнде қанттың қабының жанына су қойып қояды екен. Өйткені оның жанында тұрған суды қант не істейді деген, дымқылды тартып алады екен өзіне. Ол сөйтеді, ертесіне ол 50 келі беретін қапта қант 60 келі бере бастайды. Өйткені ол дымқыл ғой. Ол өзінің нақты салмағынан қосымша салмақ қосылады ол кезде. Оған шариғатымыз не істемейді? Рұқсат бермейді екен. Бірде Абу Бакр радиаллаху анхудың уақытында халифалық кезінде Хазіреті Осман радиаллаху анху, білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында жүрген сахабалардың өзі өте тақуа болса да, өте білімді болса да, сауда саттықпен айналысқан. Абдурахман бин Ауф секілді, Осман секілді, Абу Бакр секілді тарихта өздерінің аттарын алтынменен қалдырғанын жазылып қалған сондай ұлы болған сахабалардың өздері дүниесін бірге алып жүрген. Жоқ, мен ақыретте жәннатта менің орным бар, болды, мен сол жақпен айналысуым керек, дүние маған қажет емес деп дүниені тастап теріс болып мешітте жатып алмаған. Яғни дүниесін де тапқан, бала шағасын да баққан, өзінің жаңағы нәпсісін де тәрбиелей білген. Сонда Осман сахаба 100 түйенің жүгіндей болған жаңағы Медина қаласына кіріп келеді ғой керуеніменен. Сол жылы мұсылмандардың сол жылы
жаңа аштық заманы болып жатқан, жылы болып жатқан еді дейді. Жаңа Осман сырттан 100 түйеге артылған жаңағы салмағындай болған арпаменен кіріп келеді дейді. Сөйтіп жаңағы жерде бүкіл сол қаладағы қауымның баршасы жүгіріп барып, Осман, маған сата қой, қанша беру керек саған, ақшасы қанша болады деп баршасы ақшасын ұсынып жатса, ақшасы барлар. Соны Осман айтады: жоқ, мен бұл керуендегі азық түліктің баршасын сендерден де көп беретінге мен сатып қойғам деп айтады ғой. Яғни біреуін де сатпаймын сендерге дейді. Жаңағы жерде тұрған сахабалар ренжиді да халифа болған Абу Бәкірге барады, бәрі жиналып. Ва, Абу Бәкір, мұсылмандардың әміршісі, осындай жағдай болды. Осман бізге сатпайым деп жатыр. Өзі аштық жылы болып жатқан жоқ па биыл? Біз қиналып жатқанда Османның бұл істегені не тірлік деп жаңағы жерде бізге сатпайым деп жатыр деп өздері ренжісін білдіреді ғой. Сонда Абу Бәкір өзі халықты алдына жинап Османның алдына келеді ғой. Ва, Осман, не болып қалды саған? Халық былайнан ренжіп жатыр мұсылмандар саған деген кезде Осман сахаба былай дейді: мен бұл керуеннің үстіндегі бар мал азық түлікті 7-ден 700 есеге дейін сауабын арттырып беретін Алла тағала үшін мен садақ етіп қойғанмын, бұлардың біреуі де сатылмайды деген екен. Қараңызшы, яғни адамдардың қажеттілігін көрді да пайда, өзінің қандай да бір пайдасын тигізетін, қолынан қандай пайда келеді, сауда саттықпен айналысады. Онда сол сауда саттықпен пайдамды тигізейін деп азық түлігін алып кеп тегін таратып адамдарға, сол жылы қиналып жатқан адамдардың жеңіл өтіп кетуіне жаңа көмегін қосты. Қоғамға өзінің үлесін қосты. Яғни біздерде қандай да бір қиыншылық болған кезде сол қиыншылықты пайдаланып, түнгі уақытта жаңағы көшеге шыға қойын, бір жерге жете қойын деп қолын көтерсең, көліктің аздығын пайдаланып, таксистерімізді не істейді? 2 есе қойып айтады. Яғни сенің қажеттілігіңді пайдаланып, қазір маған отыратыным бәрі білем бұл. Өйткені менен басқа көлік жоқ арқамда күтіп тұрған деп жаңағы жерде қосарын қосып айтады. Бұл да жаңағы мұсылманшылыққа жатпай деген құрметті жамағат. Сауда жасауда әділ болу жайында да біздердің жаңағы шариғатымыз бұйырады. Алла тағала Құран-ы Керімде былай дейді: «Вауфул кайла вал мизана бил қист». Және бір аятта Мутаффифин сүресінің 1 және 4 аяттарында былай дейді Құран-ы Керімде Алла тағала: «Астағфирулlah. Вайлул лил мутаффифин аллазина иза кталу алан нас ястауфун ва иза калуhum ау вазануhum юхсирун ала язунну улайка аннахум маб'усун». Өлшеу тартуда кеміткендерге нендей өкініш. Олар қашан өлшеп алса толық өлшеп алады да. Яғни өзіне қажетті бір нәрсені өлшейтін болса, ақсын жібермей граммына дейін өлшеп алады дейді Құран кәрімде. Қараңызшы, сипаттап жатыр. Қашан олар өлшеп немесе таратып беретін болса, кемітеді дейді. Олар қайта тірілетінін ойламай ма дейді. Және бұл осы аяттың тәпсірінде имам Құртуби былай дейді: бұл сүре Абу Джухайна деген аталатын жаңағы кісіге арнап түсірілген аят еді дейді. Қарасаңыздар, исламда, шариғатымызда кісілердің аттары тек қана бір-ақ уақытта ғана айтылады екен. Не тозақпенен сүйіншіленген сахабалардың аттары айтылады, немесе исламға кіре алмай ауыр күнә жасаған кісілердің аттары айтылады. Мысалы, Джухайна деген секілді. Яғни осы екі ортадағы байқамай күнә істеп қойған немесе қателік жасап қойған сахабалардың аттары ислам тарихында айтыла бермейді деген. Оған жай ғана бір мысал айтатын болсақ, құрметті жамағат. Ухуд соғысын білеміз. Ухуд соғысында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 70 садақшыны не істеді дейді? Тауға шығарып қойды. Мынау біздің арқамыздағы сендер не істеушісіңдер? Қорғаушысыңдар.
егер осы тауда айланып атты әскер келетін болса арқамыздан, сендер не істеп тұрасыңдар? Қорғап тұрасыңдар біздің арқамыздан жау келіп қалмау үшін деп пайғамбар жаңа жерге сахабалар тұрғызып қойды. Енді білеміз баршамыз бұл оқиғаны. Яғни ол Ухуд соғысында сол жерде сахабалар пайғамбар жаңа жерде отып атқан секілді болады, жеңіп жатқан секілді болады. Сонда жаңа төбедегі сахабалар болды, біз жеңген екенбіз. Ана жаңағыда қалған олжаны енді бізді алып қалайық деп таудан түсе берген кезде таудың ар жағында тұрған жаңағы атты әскер күтіп тұрған білмеген еді. Яғни атты әскер сол уақытта мұсылмандар жеңіп жатқан кезінде арқасынан келіп атты әскер бұрады. Яғни осы оқиғаны айтқым келгені, осы оқиғадағы сол таудың үстінде тұрған сахабалар төменге түсіп кеткен бірде-бір сахабаның аты айтылмаған екен тарихта. Пәленше деген пәленше сахабалар түсіп кетті. Осылар пайғамбарымыз айтқан сөзіне құлақ аспаған еді деп айтылмаған екен. Қараңызшы. Яғни шариғатымыз біреудің қателігін не істейді? Жасырады екен. Яғни біздер де осы нәрсені, біздер шариғатымыз осыған біздер не істейді екен? Үгіттейді екен. Біздер де осы бағытты ұстануымыз керек. Қандай да бір мұсылман бауырымыз кішкене шалыс басса, қателесіп қалса, немесе сөзінен қателесіп қалса, ісінен қателесіп қалса, сол адам қазіргі біздің заманымызда телефон деген нәрсе бар. Түсіріп аламыз да, оны не істейміз? Әлеуметтік желіге жариялап жібереміз. Ол адамның ол күннен кейінгі тәубесі етті ме, етпеді ме, ол қателігін, ол Құдайдан кешірім сұрады ма, сұрамады ма, сол бойы сол әлеуметтік желіге салынған нәрсе сол бойы не істеп тұрады? Сақталып тұрады. Ол адам өмір бақи қара бет болып алдымызда жүретін секілді. Яғни біреудің қателігін бұл қазіргі уақытта түсіріп алып жаңағы салу деген нәрсе, бұл да мұсылманға негізінде жат ұғым деп айтқым келеді, құрметті жамағат. Біреудің қателігін, айыбын ашуға болмайды деген. Қиямет күні бұл жалған дүниедегі адамның айыбы ашылғаны ол ештеңе емес. Бүгін айтылады, ертең айтылады, бір жыл айтылар, 2 жыл айтылар. Адам ұмытып кетеді екен бұл жалған дүниеде. Қиямет күндегі айыптың ашылуы ол өте ауыр жағдай екен. Ол жақта ұмытылмайды екен. Алла Тағала айтады, кімде-кім бұл жалған дүниеде біреудің айыбын төгетін болса, абыройын төгетін болса, айыбын айтып, қиямет күні мен онымен айналсам, мен оның айыбын төгемін дейді. Бүкіл сенің әулетіңнің алдында, ағайын туысыңның алдында, бала шағаңның алдында, ұрпағыңның алдында шығарып тұрып, міне сендердің пәленшелерің осында айыптары бар деп тұрып, күнәләрін көрсеткен кезде үлкен лет экраннан. Сонда адамдар, жаңа жердегі адам кірерге тесік таба алмай қалады деген, Құдай сақтасын. Яғни біреудің айыбын жасыру бұл біздердің бұл жалған дүниедегі мұсылман адамның жаңа кішіпейілділігі болып есептеледі деген, құрметті жамағат. Бұл жаңағы айтып жатқан сөзіміз таразыдан ұрушы жаңағы кісі жайында айтылып жатқан сол сөзден шықты ғой бұл тақырыбымыз. Және де тыйым салынған етілген дүниелерді сатпау жайында да. Яғни адамдарға пайдасы жоқ, немесе адамдарға зияны бар болған затты сауда саттыққа салу, немесе біреуге беру, немесе біреуге сату, бұдан да біздің шариғатымыз тыйылған. Алла Тағаланың халал еткен, біздерге рұқсат еткен нәрселер өте көп. Сол рұқсат еткен нәрселермен емес, бұл жалған дүниенің бір сынағы, құрметті жамағат. Бірде бір жамағат келеді. Емеке дейді, менің магазинім бар. Сол магазинме егер де арақ шарапты алып тастасам, күнделікті болған нәпақам ғана шығады дейді. Егер де сол арақ шарапты қойып қойсам дейді, артығымен еселеніп табам дейді, қаражатты дейді. Міне сынағы сол жерде, Алла Тағаланың пендені алдап қойған сол жерде, пенде сол арақ шарап харам болған нәрсені сату арқылы дүниені көп тауып жатқан секілді көрінеді. Бірақ та ол бұл жалған дүниеде ақшаны көп тапқан секілді көрінгенімен, бірақ ана жақтан ұтылып жатыр ол. Күнәға батып жатыр белшесінен. Яғни біздерден талап еткен, құрметті жамағат, адал сауда саттығымызда болсын, мәмілемізде болсын, адал болуға Раббымыз
бұйыра деген, талап ете деген құрметті жамағат. Алла тағала баршаларымыздың естіген білгендерімізге амал етуші құлдарының қатарынан етке. Уа ахир дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин.